Қайырлы күн. Мінекей бүгін біздің тренд форумның екінші күні басталайын деп тұр. Кешегі бірінші күніміз өте керемет, сондай көңіл күйде өтті. Өйткені екі автомобиль ойнатылып, оның біреуін Өзбекстанға жібердік, ал біреуін біздің өзіміздің партнеріміз осы қазақстандық Айбар мырзаға тиді. Ол кісі өте күшті, сондай именно сол көлікке керек етіп жүрген адам, мұқтаж адам еді. Өйткені ол кісі осы біздің өнімдер арқылы өте күшті нәтиже алған, ДЦП-дан жазылып, қазіргі кезде белсенді жұмыс жасап жүретін еді. Енді сол Алланың қалауымен кеше осы сол кісінің ұтқанына бәріміз қуанымыз, өзіміз ұтқандай болып қуандық. Сондықтан енді бүгінгі күн бізге не әкеледі? Бүгінгі күн тағы да 3 көлік ұтып алатын кім ұтады екен, соны бізге қазір өте қызықты болып тұр. Тағы да дәл сондай бір өте керек еткен мұқтаж адамға тисе екен дейміз. Біздің компанияның тағы да бізге көптеген бүгінгі беретін тосын сыйлары бар. Соны көреміз. Және де бүгін керемет Ренди Гейджпен енді кеше бір жағдай, денсаулық жағдайына бола келе алмай қалған екен. Сол кісінің енді бүгін онлайн кездесуі болады, сабағы болады. Және де басқа да өте көп біздің компанияның тосын сыйлары бар. Кеше жаңа 2 өнімді көрсетті. Бүгін де тағы да көп өнімдер көрсетеді деген нелеріміз бар, енді үмітіміз бар, көп өнім болады деген тұғын. Соның бәрі бізге бүгін қызық. Енді бүгін бізбен бірге болыңыздар. Арасында салып тұрам, TikTok, Instagramға қарап отырыңыздар. Сондықтан сол күшті біздің жаңағы осы мерейтойымызды бізбен бірге тойлаңыздар.